Ассалаумағалейкум құрметті миллионер, сіздермен бірге мен Зейқұмбет. Мен қазір бұл видеоны тез түсіріп жатырмын, себебі қазір бізде лаунчпад болайын деп жатыр. Өкінішке орай мен компьютер арқылы кірейін десем, менде компьютер загрузка болып тұр. Сол себепті мен қазір телефон арқылы қатысатын боламын және сіздерге оны көрсетемін, қалай қатысамын және қанша табыс тапқанымды сіздерге көрсететін боламын. Сол себепті видеоға лайк басамыз, ал біз бастаймыз. Соңында достар, қазір көріп отырсыздар, бірнеше секунд қалды. Мен рыночный ордерге қойып, қазір нақты 100% қойып, дайын отырмын сатуға. Продать 100%. Продать. Так, сразу саттым. Баға мен сатқаннан кейін түсіп кеттім. 13, 14. Так, бірінші көрейік мен қаншаға саттым. Қазір неге кіремін? Историяға. И список история сделки. Вот история торговли. Міне көріп отырсыздар, мен $0.13 саттым. 104 монетамды. Маған прибыль $13.95 түсті. Грубо айтқанда $14 табыс таптым. Бірнеше минутта. Бұл өте жақсы результат. Себебі мен алдыңғы лаунчпадта бұлай тапқан жоқ едім табысты. Қазір достар, мен камерамды қостым. Енді экранға назар аударайық. Бізде қазіргі уақытта пик бағасы 19 болды, 0.19. И қазір бізде бағасы даже 0.15 шамасында жүр. То есть мен даже қазір асықпай күтіп, қазір сатсам да нормально табыс табатын едім. Мен просто сразу асығып сатып жібердім, себебі статистика бойынша пикті ұстап алу өте қиын. Мен просто тезірек бастым. Соның өзінде пикті ұстап үлгерген жоқпын. $13 мен сатып жібердім. $14 почти 0.14 пен саттым. Қазір бізде бағасы $0.15 торговля жасалып жатыр. Көрдіңіздер, ешқандай қиындығы жоқ. Маған 2.15 BNB фиксация жасалды. 2.15 BNB-ге маған 104 монета берген болатын. Алдағы уақытта қосымша осындай лаунчпадтар болып жатса, соларға да қатысып, тоже осылай BNB токен жиналып отыратын боламын. Мен қазір сіздерге поисктан біраз көрсетіп жіберейін. Егер сіздер әлі Telegram арнама тіркелмеген болсаңыздар, менде Telegram арнамда пост шығып отырады. Қазір Binance деп жазайын. Binance. Бізде поисктан шығу керек. Примерно лаунчпад бойынша фиксация жасалды айтқанмын. Так, мынау емес. Міне Binance лаунчпад. Міне мынау жерде мен пост шығарған болатынмын. Мынау пост әрине барлығы жазылып тұр. 1 GMT біз 0.01 бағамен сатып аламыз. Одан кейін әр адамға 1,5 миллион GMT токен береді. Максимум, егер әрине BNB токендеріңіз көп болатын болса. Одан кейін лаунчпадқа общий 420 миллион GMT таратылады. Әрине көп таратылса бізге жақсы. Одан кейін яқта барлығы бізде пошагово жазылып тұр. Не істеу керек біз? 1-2-3 қадаммен. Яқта уақыты жазылып тұр. 9 наурыз сағат 6-ға дейін біз уже айтқанда фиксация жасалып бітеді. То есть сіздер даже 9 наурыз салсаңыздар уже есептелмейді. То есть даже 8 наурыздың өзінде сіздер кеш қаласыздар. Сол себепті ең дұрысы осы бізде қазір яқта уақыты жазылған. Міне 2 наурыз бен 9 наурыз аралықта сіздерде яқта бізде бір апта. То есть бір апта көлемінде сіздерде BNB баланста жату керек. Әрине кішкене кеш салсаңыздар болады, немесе ерте салсаңыздар болады, бірақ осы аралықта сіздерде максималды түрде көп BNB болу керек. Бірақ сіздер 7 наурыз немесе 8 наурыз күні салмаңыздар. Себебі сіздерге керекті лимитті бермейді. Сол себепті ертелік салыңыздар, ертелік қимылдаңыздар. Бұлай айтқанда алдын ала дайын отырыңыздар. Міне сіздерге осындай қысқаша ақпарат бердім. Әрине қосымша сұрақтар туындап жатса, комментарийға жазып отырыңыздар. Немесе менің Telegram каналыма кіріп, Telegram каналымның чатына жазсаңыздар болады. Барлығына бұлай айтқанда жауап беріп отырамыз. Яқта менде қазір қателеспесем, былай өшіремін. Так, өшіремін. Мұны жақта менде Telegram арнамның чаты бар. Міне Зейқұмбет чат. Яқтан өздеріңіз сұрақтарыңызды жазып отырсаңыздар болады. Біздің чат осылай общение, печенье, голова кружение дегенде болып отырады. В принципе, достар, осылай лаунчпадқа қатыстық. $14 табыс таптым. Енді $14. Кстати, маған да қызық болып тұр. Теңгемен қанша табыс болады. Қазір сіздердің алдарыңызды есептеп берейін. $14 бізде $14 в теңге дейік. Қазір уақытта $14 бізде 7.129 теңге бірінші секундта. Қазір бізде $1 яқта
Қанша деп тұр өзі? $1 қымбаттап кетті ғой бізде. $1 в теңге дейікші. 509, иә дұрыс. 509 теңге болып тұр. Әрине әлі бұл доллар өседі. Болашақта бұл доллар осы жылдың соңына дейін даже 1000 теңгеге бару мүмкін. Ықтималдылығы жоғары. Сол себепті осындай бізде жаңалық. 7000 теңге бірнеше минутта өте жақсы. Сіздерге алдарыңызды көрсеттім. Барлық сұрақтарыңызды чатқа жазыңыздар, комментария жазыңыздар, лайктарыңызды қойыңыздар. Егер бұндай сіздерге формат қызық болатын болса, прямой эфирде сіздердің алдарыңызда осы сатып отыратын болатын болса, әрине лайк көп болатын болса, онда бұндай форматта видео түсіріп отыратын боламын. Онымен қоса қазір алдағы уақытта көп жоспарлар болып жатыр, соның барлығын үлгермей жатырмын, сол себепті видео кішкене шықпай жатыр. Алдағы уақытта көптеген қызықты ақпараттар болады. Сіздердің бағымен Зейқұмет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық. Барлығымыз табысты күнде жолығайық. Барлығымызға чики-пау.